Сырым туралы шешендік сөз, жігіттің түп атасын қазған ит. Сырымның атасы Шолан батырды төрелер қылыштап өлтіреді. Шоланнан дат іште қалып, дүниеге келгесін қара қазақ жиналып төрелермен арадағы зіл ұмтылмас үшін жас баланың атын дат қояды. Дат атасының кегін ала алмайтын жасықтау болып өседі. Ей дат, сенің атың заманында қойған дат еді-ау, есіміңе жесімің лайықты емес, тек бір қоя салған ат еді-ау деп қазақтың қарттары даттың бетіне соғып жүреді. Дат өсіп бір тәуір әйелге үйленеді. Одан сырым туады. Сырым өсіп ат арқасына мініп ағайын аралап Байбақтының Сасай дейтін атасының ауылына келеді. Келсе ағайындары қаумалап ортаға алып жылап қоя береді. Мына атаңа нәлет, Нұралының баласы Есім Сұлтан біздің бір ағайынның Ақмоншақ дейтін жүйрік атын ылауға мінемін деп ұстатып алып еді. Енді бәйгеге қосып Есімнің Ақмоншаға танып атағын шығарып тасып жүр. Міне биыл 2 жыл болады. Талай рет кісі жіберіп сұрадық, берер емес. Бүгінде құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ ал дейтінді шығарды дейді. Ақмоншақты бір жесірге балайтын едік. Бүкіл Байбақтының атағын шығарған Ақмоншақ еді. Шырағым, сол атқа сен бар, саған берер дейді ағайындары. Ей ағайын, сіздер мені Нұралыға жұмсамаңдар. Ол ит маған да бермес. Берсе жақсы, бермесе тегін қайтпасын, бір жанжал туып кетер деп өтінеді Сырым. Ағайындары қаумалап болмайды. Ақырында Сырым көнеді. Барып Нұралы ханның өз үйіне түседі. Сырым, жай жүрмісің, жұмысың не дейді Нұралы? Сіздің Есім деген балаңыз менің бір ағайынымның атын ұстап ылауға мінген екен. Оған 2 жыл толыпты. Мауқы басылса, сол аттың сүйегі болса да алып кетейін деп келіп едім дейді Сырым. Жарайды, олай болса Есімді шақыртып айтайын дейді хан. Есім шырағым, мына Сырым Ақмоншақты сұрай келіпті. Бір талай міндің ғой, енді берсейші дейді Нұралы баласына. Ағайыннан бір ат міне алмасам, мен несіне сұлтан болып жүрмін? Мен атты беремін деп алғаным жоқ. Сырымға ат керек болса, құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ алсын да кетсін дейді Есім. Менің де естейін дегенім осы сөз еді деп Сырым үйден шыға жөнеледі. Нұралы хан артынан Есімді қайта шақырып алып, шырағым Есім, сен түсін, мына Сырым бір тайдың құнына келіп жүрген жоқ, бұл соғысқа келіп жүр. Сен білмейсің, бұның атасы Шолан, біздің бабаларымыздың қолынан жазымданған. Бұл соны әлі ұмытпай жүр екен, атын беру жөн болар дейді. Есім Сырымның артынан кісі шаптырып, келіп қонақ болып атын алып кетсін дейді. Атаңа нәлет, Есімнің есігіне бір тай үшін 2 барып еңкейсем ау. Бар, ханыңа сәлем айт, келіп қонақ болатын күнімді өзім айтармын деп қайырылмай кете барады. Ағайындарына келіп, атты әкеліп берсе аларсыңдар, өздері әкеліп бермесе енді сұрамаңдар дейді. Сырым ауылына келіп, атын тастап, Есімнің ызасынан желмаяға мініп, ханды шабуға Сарыарқаның қазағынан көмек сұрайды. Сөйтіп жүргенде елдің ақсақалдары кеңесіп, Сырымды Бақай сыншының алдынан өткізбекші болады. Сонда екеуі кездескенде Бақайдың Сырымның қолынан ұстап тұрып айтқан сөзі мынау екен. Иә Сырым бала, жоқтан бар болдық, айырдан нар болдық, көнде қамқа тозды, атадан ұл озды, анадан қыз озды, боздан бурыл озды, осыған жауап берші шырағым дейді. Сонда Сырым батыр, иә, жоқтан бар болсам Құдайдың құдіреті болар, айырдан нар болсам атам өлек болар, көндей қамқа тозса киюі салақ болар, атадан ұл озса еркіндігі болар, анадан қыз озса шіркіндігі болар, боздан бурыл озса жүйріктігі болар. Бақай ата депті. Ей Сырым, әкең сенің дат төмен, тентек, шұлғауын астына малып шетінеді.
Шешең қараторы қайратты, күндіз келген 20 кісіні, түнде келген 20 кісіні қонақ қылып аттандыратын еді. Сен шешеңе тартып туған екенсің ау балам, дейді Бақай қарт. Иә Бақай ата, әкем дат тентек болса болған болар. Шешем күндіз келген 20 адамды, түнде келген 20 адамды қонақ етіп аттандырса, 40-тың бірі Қыдыр деген, онда мен Қыдырдан жаралған болармын. Өзін өзі езген ит, өзен бойын кезген ит, өзі болған жігіттің түп атасын қазған ит деуші еді Бақай ата, депті сырым. Сонда Бақай сыншы сөзден жеңіліп, батырды қонақ қып, ат мінгізіп, шапан жауып, батасын беріп, аттандырып. Тағандарыңызға рахмет, лүпіл басып қолдап отырыңыздар.